Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге тар қосылған өте дәмді карамельный пирогтың жасалу жолын ұсынатын боламын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Қамырын дайындау үшін 220 грамм електен өткізілген ұнымызға 100 грамм бөлме температурасындағы майды қосамыз. Және де видеодағыдай қолымызбен крошка жасайтын боламыз. Одан кейін 1 шай қасық қамыр қопсытқыш, шым тұз салып, жақсылап араластырып жібереміз. Бөлек ыдысымызға 1 жұмыртқа мен 50 грамм қантты араластырып аламыз. Яғни бұл процесс бізге қанттың кішкене еруі үшін қажет. Енді кезекте жаңағы крошкалы массамызға сұйық массамызды құйып, жақсылап қамырлейміз. Қамырымыз басында тығыздау болуы мүмкін, бір-біріне бірікпеуі мүмкін. Одан кейін осындай әдемі күйге енеді. Одан кейін целлофанға салып, начинкасын дайындағанша қоя тұрамыз тоңазытқышқа. Салмасы үшін бізде осындай Любавинка варенкасы немесе Три желания, деп фирмаларының варенкаларын қолдансаңыздар жақсы. Және де 100 мл көлеміндегі сливкиді 30% құямыз. 2 жұмыртқа саламыз. Және де осылай күрекшенің көмегімен жақсылап араластырамыз. Күрекшенің немесе венчиктің көмегімен осыны біркелкі массаға келтіретін боламыз. Одан кейін жаңағы 50 грамм қуырылған тарымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді кезекте пирогымызды қамырын жаңағы осындай формаға саламыз. Шеттерін, бортиктарын әдемілеп аламыз. Одан кейін начинкамызды ортасына құятын боламыз. Алдын ала духовкамызды қыздырып қоямыз 180 Цельсий градуста. Пирогымызды 180 Цельсий градуста 35-40 минут көлемінде пісіретін боламыз. Пирогымыз пісіп шыққаннан кейін осындай алдымен суыту үшін кольцодан шығарамыз. Одан кейін суытуға қоямыз. 3-4 сағат көлемінде суытып, одан кейін барып кесу керек. Өте әдемі болып шығады, және де дәмі де ерекше болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.